Қайырлы күн. Бүгін Наурызнама онкүндүгүнүн шарасынын бірі Шаңырақ күні. Ұлттық тағамдар көрмесіне орай Саура мектеп-алды тобының ата-аналары мен бүлдіршіндері және Тамшалы тобының ата-аналары бүлдіршіндері қатысты. Біз Айгүлек Бөбек жайында 10 күндік Наурызнамаға орай Шаңырақ күні ұлттық тағамдар күні көрмесіне қатысып отырмыз. Біз айым қызымыз қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бауырсақты дайындап алып келдік. Бауырсақ бұл қазақтың сүйікті де сүйкімді ұлттық тағамдарының бірі. Бауырсақ ертеден келе жатқан ұлттық тағамдарының бірі қазақтың. Ол той мерекелерде, қонақ күткен кезде және де күнделікті дастарханның сары ретінде дайындалған. Бауырсақ бұл молшылықтың, қонақжайлықтың белгісі. Бауырсақтың дайындалу жолы бұл ұннан, сүттен, ашытқы, тұз және қалауына қарай секеп қосуға болады. Бауырсақ өте дәмді және ұсақ болып шығады. Қайырлы күн сіздерге. Бүгін Шаңырақ күніне арналған арнайы көрмеге дайындап келдік. Біздің әзірлеп келген асымыз қазақтың ұлттық тағамдары. Раяның анасын біздің әзірлеген асымыз ірімшіктің екі түрі. Біреуі тұздалған, біреуі шекер қосылған. Бұл ірімшіктер қазақтар ешкі сүтінен әзірленеді және сиыр сүтінен де әзірлеуге болады. Оны әзірлеу барысында отқа астын бәсең қылып қойып, тек жылыту арқылы ішіне қос неше түрлі заманына сай әзірлейміз. Ақ ірімшігімізге әзірленгеннен кейін тұзды суға салып қоямыз. Ол суда бізге өте пайдалы болады және бұл старч болуының себебі бұл ірімшікке шекер қосылады. Бұл ірімшіктерді қалауыңызға қарай түсінге өз матаңызды кептіріп алсаңыз да болады. Бұл қазақтың әр дастарханының дәмін келтіретін тәтті іске бастарларымыз. Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен Маликаның анасымын. Бүгін біз мына көрмеге бауырсақ дайындап алып келдік. Бауырсақ ол қазақ халқының маңызды ұлттық тағамы. Бидай ұнынан ашытып немесе ашытпай жасалып, майға қуырылатын дәстүрлі нан түрі. Ол күн мен бақытты бейнелейді. Ол күн мен бақытты бейнелейді. Бауырласу, бауырмал сөздерінен шыққан. Бауырмалдықты білдіреді. Кез келген тойда қазақ халқының әсіресе Наурыз мейрамында біздің тойымыз бауырсақпен өткізді. Бауырсақ пішіні мен дайындалу жолына қарай домалақ, сүт-күшті, ши бауырсақ болып бөлінеді. Құрамы тұз, су және ұн қосылып дайындалады. Қазақ халқында тек қана осы қазақ халқында емес, башқұрт, моңғол, татар және де басқа түркі тілдес елдерде халықтарда кездесетін ұлттық тағамның бір түрі. Қайырлы күн. Мен Айзеленің анасы. Бүгін біздер жылқы етінен қуырдақ дайындап келдік. Етімізді майдалап турап, қазанымызға салып қуырып, әдемі келген жуамызды қуырамыз. Одан кейін бауырсағымыз сиыр сүтінен тұқымыз, ірімшігіміз, сүзбемізді дайындаймыз. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Ғибраттың әжесімін. Біздер мына жылқы етінен қазынан дайындалатын қазы дайындап алып келдік. Бұл қазы тұзбенен, бұршықпенен әуелі тұздап аламыз, содан кейін жылқының ішегіне етін саламыз. Содан кейін пісіріп, осындай қазы дайындап алып келдік. Сәлеметсіздер баршаға. Мен Айшаның анасымын. Біздің дайындап келген тағамымыз кәріме талқан. Ол қазақтың тағамдарының кәріме тазалап, қуырып, келінен салып, батамыз, қолдан пайдаланып, күнделікті де және да пайдаланамыз.
өйткені құрамында өте минералды заттары өте көп. Ертеректе киіз басып үй тұрғызған кездерде суға, сусындарға сүтке салып да пайдаланып ішкен. Баршаңызға қайырлы күн. Бұл Ақтөбенің анасы бүгінгі күнге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бешбармақ дайындап алып келдім. Бұл бешбармақ тағамы көп сөз малдың барлығын бүгін мен жылт етінен дайындап алып келдім. Бұл бешбармаққа жылтың етін, жылқының қабырғасында сүретін қазы, және жылқының қағын, тілі, сондай-ақ жіберген. Бұл еттерді 2 сағат, 3 сағаттай қайнатып, содан соң қазағымыз жүретін тағамдарға қосатын дәрімен қосып, жүгерімен қосып, сондай-ақ қосып, қара ұнмен нанын пісіріп әзірлеп сондай-ақ қосылған Бүгін көргенімізге біздер өңдерем, барыңдерем, бір-бірлерін қарғызымыздың дайындап қойын, сөзіміз бар тағамдарымыз, және бұл тағамдарының сусындарында шуат. Қаншына шуаттан таныстырып жүрген сіздерге. Шуат өздерін мына келін болып түскен елдерде түйе сауық таңертеңде барып ортасына түйені сүт қосып бір ада ыдысқа қойып сайып ысытып шуатымызды дайындадық. Шуатымызға аштан және жаңағы алдыңда қалған айранның сүттерінен шуатымызды қосқан 8 сағат, 24 сағат шуаттың пайдасы дайындалғанда дәнелеріне, шетелдеріне шуаттың қасиеті тамам. Мына инсан жүзінде дайындап көрген көрмесі бар екен. Көмекте сүтті сарам әр шаңырақта көмектегі астақтың бұл көмекінің көрмесі. Бұл көрмесі Іңкәр қызымыздың әжесі осы бүгінгі мерекеге 7 түрлі жан тақым көже дайындап беруге. Бұл көжемізді ұлттық әр шаңырақта таңертеңде асылатын көжеміз. Көжеміздің қазіргі көженің ішінде дәмін шығаратын ет, 7 түрлі жаңағы дақылдар бар. Оның да жаңағы қасиеті мол тағам. Іңкәр қызымызға үлкен рахмет. Саламатсыздар ма? Мен бүгін көрмеге Аяжан қызыммен келіп тұрмын. Сіздерге Ресей ұлтының тағамдарын алып келіп тұрмыз. Таныстыра кетейін. Бүгінгі мына Ресейдің ұлттық тағамы, яғни көктемде пісірілетін қияр мен редискамен жасалынатын көкөніс шөптермен жасалынатын, яғни ағарған айранымызды қоса отырып жасалатын окрошка деген тамағы. Екіншіден сусыны, квас деген сусыны орыс ұлтының. Содан кейін мынадай бұрқылдақ наны Ресей ұлтының. Содан мынадай губка наны. Және де мынадай салатымыз бар. Ірімшік, сарысу, бұл қазақтың дәмді тағамдарының бірі. Бұл дейтін сүт өнімдерінен жасалатын өнім. Ірімшігіміз тұзды дақыл болып саналады. Оның ішінде ол кальциймен ағуызға бай өніміміз. Сарысу,
секер арқылы жасалады. Ал біздің ірімшігіміз бұл секер арқылы жұмсақ өнімдерді